Сәлем қыздар, енді біздер визуалдың екінші түрін жасап көрсетемін. Ол үшін бана Pinterest'ке кіріп таңдаған жеріміздің примерно суреттерін қарап аламыз. Мынау біздің екінші визуалымыз. Екінші визуалымыз осындай болды. Енді үшінші визуал тоже осындай жазу болу керек. Жазу болғанда сіз ол жерге жұмысыңыздың жазбаша түрін жазуыңызға болады. Ол үшін студияға кіреміз. Мына жерде 1.80-ге 1.80-ге ауыстырамыз. Images'ге кіріп, мына жерден не аламыз? Ар жағына фон алатын мындай цвет аламыз да. Біздер енді молочный цвет алайық. Өйткені серый цвет бар. Енді грейпикке кіріп, мына жерден өзімізге жаңағы ақ фонымызды алып келеміз. Ақ фонымызды алдық. Енді пипеткімен мына жердегі өзімізге молочный цветті аламыз. Молочныйның ақшылдау цветін алайық, осы цветті алайық. Енді полностью былайынан шығарамыз. Мына жерге кіріп, мына керек емес мына нені удалить етіп тастаймыз. Удалить етеміз. Енді кірдік. Енді үш жерге біз не жазамыз? Текст жазамыз. Мысалы, жұмысымыз қандай жұмыс? Соған байланысып жазамыз. Біздің жұмысымыз қандай деп айтайық? Менде мысалы ниша дегеніміз не дейікші? Ниша дегеніміз не? Осылай бастайық. Жаңағындай айтылғандай мына жерін қарағылтамыз міндетті түрде. Бәрі бір формада болу керек жазуымыз. Және мына жерде неміздің стилін бана қандай болған есімде қалмапты. Қандай болды екен? Осыған қояқ, осындай болды деп ойлайық. Ұмытып қалып тұрмын қандай қойғанымыз. Осы түрін қоямыз ба? Осыны қояйық. Ниша дегеніміз не деп мына жерге қойдық. Ортасына қарай қоюға болады. Енді сохранить етеміз. Сейвпен сохранить еттік. Енді осылай сақтап қоямыз. Бұл біздің үшінші визуалымыз. Мына осылай сақтай береміз. Енді келесісін осындай серый сияқты етіп, енді бірақ уже басқаша суретпен аламыз. Мысалы, телефонмен алуға болады. Мысалы, осы жерден готовый алып аласыздар, көбім бар ғой. Готовый аласыздар, өйткені осындай толып тұр. Ал баянда етіп қиып алып келген болсаңыздар, ол қиып алып келген бұлдырап тұрады. Қиып алып келгенде біздер пример ретінде пайдалануға аламыз. Осы телефонды алып көрейік. Осы телефон келе ме екен бізге? Кейін салып қарайсыздар, бірінші салмаса, үйлеспесе кедересіздер. Біздерде лишний нәрсе болмау керек. Егер сіз өзіңіздің фотоңызды нелеріңізді салатын болсаңыз, мысалы, фотоңызды баяндай көп адам болып отқан, талпадан болып отқан, туған күніндегі фотоларды салмайсыз. Өйткені ол қызық емес те, бұл альбом емес те сізге. Міне екінші визуалымыз. Осылай мен визуалды рет-ретмен келесі визуалымыз уже міндетті түрде мынандай жазу болу керек. Жазу деген уже сіздің жазатын постыңыз. Мысалы, мына жерге ниша туралы жазасыз. Егер пост жазуды білмесеңіз, интернеттен, Google'дан қарап, сол жерден көшіп алуыңызға болады. Мына жерге өзіңіздің жұмысыңыз туралы жазасыз. Даже постқа өзіңіздің өміріңізден өткен қызықты, қорқынышты сәттер болса, солар жазуға болады. Постқа идея дейін сіздерге. Постқа көбіне сондай өзінің басынан өткен оқиғаларын жазады. Мысалы, мына постқа
мына жұмысқа қалай келгенін, мысалы тақырып керек па сізге, тақырыпқа мысалы мына жерде ниша дегеніміз не ма, мысалы өзіңіз қалай келдіңіз нишаға, соны жазасыз. Уже келесі 4-ші 5-ші тақырыпқа өзіңізге не жазасыз мына жерге. Бұрынғы жасаған жұмысыңыз қандай еді, не үшін интернетке келдіңіз, сондай етіп жазып отырасыз. Міне визуал деген осындай болады. Ешқандай нәрсе болмау керек, 2-3 цветтен ғана тұру керек визуал дегеніміз. Мысалы мен сіздерге қазір көрсетейін. Мына палитра дегендерді сақтап алыңыздар өздеріңізге. Так, палитраға кіріп сіздер өздеріңізге керек цветті табуларыңызға болады. Мысалы интернеттен өзімізге банағы бір визуалды алдық дейік. Мысалы мына визуалды мен ұнатып алып келдім өзіме. Енді осы визуалдың жерге так бүйтіп бассақ, мына жерде визуалға қандай цветтер керек, мына визуал үшін қандай цветтер керек, мысалы көк керек, серый керек, қара керек, молочный және ақ керек деп тұр. Мына визуалдың ішінде қандай цветтер бар екен сізге көрсетіп тұр. Сіз осы программаны жүктеп алу арқылы өзіңіздің таңдап алған постыңызды қандай цветтер бар екен осы жерден біліп, осы арқылы жасап отыруыңызға болады. Бұл программаны өздеріңізге сақтап алыңыздар. Визуал туралы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Осылай өздеріңізге визуал жасаңыздар, ертең сабақтарыңызды тексеретін боламыз.